Чарли Чаплин туралы 10 дерек. Сэр Чарльз Спенсер Чаплин 16 сәуір 1889 жыл және 25 желтоқсан 1977 жылдар аралығында өмір сүрген, дыбыссыз фильм дәуіріндегі даңққа ие болған ағылшын комик актері, режиссер және композитор. Ол өзінің экрандық тұлғасы Трамп арқылы дүниежүзілік иконаға айналды және кино индустриясының ең маңызды тұлғаларының бірі болып саналады. Оның мансабы Виктория дәуіріндегі балалық шағынан 1977 жылы қайтыс болғанға дейін 75 жылдан астам уақытқа созылды және мадақтау мен дауды қамтыды. Кішкентай Трамп деген атпен белгілі Трамп бірнеше тілде Шарлотт, ағылшын актері Чарли Чаплиннің экрандағы ең есте қалатын кейіпкері және дыбыссыз фильм дәуіріндегі әлемдік кинематографияның белгішесі болды. Трамп сонымен қатар Чаплин 1915 жылы жазған және режиссерлік еткен Чаплин ойнаған үнсіз фильмнің атауы. Чаплиннің Лондондағы балалық шағы кедейлік пен қиыншылықта өтті. Әкесі жоқ еді, ал анасы қаржылық жағынан қиналды. Ол 9 жасқа дейін 2 рет жұмыс орнына жіберілді. Ол 14 жаста болғанда оның анасы психикалық банаханаға жіберілді. Чаплин ерте жастан өнер көрсете бастады. Музыкалық залдарды аралап, кейінірек сахна актері және комедиан ретінде жұмыс істеді. 19 жасында оны Америка құрама штаттарына апарған Фред Карно компаниясына қол қойды. Ол киноиндустрия үшін барлау жүргізді және 1914 жылы Кейстон Studios үшін көріне бастайды. Ол көп ұзамай Трамп персонасын дамытып, үлкен фан-базаны тартты. Ол өз фильмдерін басқарды және SNI Mutual және First National корпорацияларына көшкен кезде өз шеберлігін шыңдауды жалғастырды. 1918 жылға қарай ол әлемдегі ең танымал тұлғалардың бірі болды. 1919 жылы Чаплин United Artists дистрибьюторлық компаниясының негізін қалады. Бұл оған фильмдерінің толық бақылауға мүмкіндік берді. Оның алғашқы толықметражды фильмі «Бала» 1921 жылғы, одан кейін «Париж әйелі» 1923 жылы, «Алтын ала сапран» 1925 жылы және «Цирк» 1928 жылы фильмдері болды. Ол бастапқыда 1930 жылдары дыбысты фильмдерге көшуден бас тартты. Оның орнына City Lights 1931 жылы және Modern Times 1936 жылдары диалогынсыз шығарды. Оның алғашқы дыбыстық фильмі Адольф Гитлерді сатира түсірген «Ұлы диктатор» 1940 жылы болды. 1940 жылдар Чаплин үшін қайшылықтармен өтті және оның танымалдылығы тез төмендеді. Оған коммунистік жанашырлық танылды деп айып тағылды. Ал кейбір баспасөз өкілдері мен қоғам оның әкелік сотқа қатысуы және әлдеқайда жас әйелдерге некеге тұруы үшін жанжалдар болды. ФБР тергеуі ашылып, Чаплин ақштан кетіп, Швейцарияда тұруға мәжбүр болды. Ол Монсье Вердо 1947 жылы, Лималейт 1952 жылы, Нью-Йорктегі король 1957 жылғы және Гонконгтағы графиня 1967 жылдары сияқты кейінгі фильмдерінде Трамптан бас тартты. Ол 1972 жылы кинофильмдерді осы ғасырдың өнер түріне айналдырудағы өлшеусіз әсері үшін құрметті академия сыйлығын алды. Бұл оның жұмысын қайта бағалаудың бір бөлігі ретінде. Ол әлі де жоғары құрметке ие. Алтын шапшаң, қала шамдары, қазіргі заман және Ұлы диктатор жиі ең үлкен фильмдер тізімінде орын алады. 1977 жылдың қазан айына қарай Чаплиннің денсаулығы нашарлап, үнемі күтімді қажет ететіндей болды. 1977 жылы Рождество күні таңертең Чаплин ұйқысында инсульттан кейін үйінде қайтыс болды. Ол 88 жаста еді. Жерлеу 27 желтоқсанда оның тілегі бойынша шағын және жеке англикандық рәсім болды. Чаплин Корси-сюр-Вевей зиратында жерленді. Чаплин жесіріне 100 миллионнан астам доллар қалдырды. Бойы 1,65.
1978 жылы 1 наурызда Роман Вардас пен Ганчо Ганаев Чаплиннің табытын қазып алып, қабірінен ұрлап кетті. Мәйіт оның жесірі Уона Чаплиннен ақша талап ету мақсатында төлем ретінде ұсталды. Ерлі-зайыптылар мамыр айында полицияның үлкен операциясынан ұсталып, Чаплиннің табыттары жақын маңдағы Новел ауылындағы егістік алқабынан табылды. Ол Карсе зиратында темір-бетон қоймасында қайта көмілді. Назарларыңызға рахмет.